Баршаңызға қайырлы күн. Өте нәзік әрі дәмді болып шығатын жұмсақ сүзбелі печеньенің рецептісімен сіздермен бөлісемін. Бізде осындай жұмсақ болып шығады. Бір жасағаннан шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен қантымызды ыдысымызға саламыз. Бір дана жұмыртқа қосамыз. Және ерітілген сары майымызды қосамыз. Және бізде сүзбе. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Басқа да пайдалы, оңай рецепттер бар. Осы массаларымызды барлығын біркелкі болғанша лопаткамен араластырамыз. Біркелкі болғанша мұқият араластырамыз. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңырауша батырмасын басамыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Және лопаткамен араластырамыз. Кішкене ұнымызды қосып, бір шай қасық қопсытқыш қосамыз. Барлығының мөлшерін описание бөліміне қалдырамын. Кішкене біріккен соң енді қолымызбен қамырды илейміз. Толықтай біріккенше қолымызбен илеп шығамыз. Тағы да кішкене ұн қосамыз. Және осы кезде пешімізді қыздыруға қоямыз. 180-200 градуста пісіреміз. Бізде осындай жұмсақ тестамыз дайын болды. Ал енді ұнымызды сеуіп, оқтауымызбен жаямыз. Ұнымызды сеуіп отырып жаямыз. Және ортасынан бөлеміз, және майда бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Және осындай кішігірім рулет етіп ораймыз. Шайға арналған тәттіміз тез дайын болады. Міндетті түрде осы печеньені жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады. Барлығын осылай орап дайындап аламыз. Ал енді листімізге пергаментімізді төсеп, арасын алшақтау етіп орналастырамыз. Үстінен ештеңе жақпаймыз, және қызып тұрған пешімізде пісіреміз. Бізде дайын болды. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Және қантын тағымен сеуіп шығамыз.